Астанада Еуропалық одақтың сыртқы істері жөніндегі жоғарғы өкілі Жозеп Боррелл сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеумен келіссөз жүргізді. Жозеп Борреллдің айтуынша, бұл оның Қазақстанға маңызды мәселемен екінші мәрте келуі. Ол, Еуропалық одақтың орталық Азиямен ынтымақтастығын нығайтуға деген қызығушылығы мен адалдығын растау үшін Астанаға келгенін айтты. Қазақстандағы ЛГБТ насихатына қарсы петиция ішінара қолдау тапты. ЛГБТ насихатына қарсы петиция бойынша отырысқа қатысушылар жұмыс тобының бұған дейінгі 2 отырысының қорытындысын талқылады. Жасөспірімдер мен балаларды үгіт-насихаттан заң жүзінде қорғау туралы шешім қабылданды. Бұл орайда ешкімді кемсітуге, құқығына нұқсан келтіруге жол берілмей. Астана дүниежүзілік конгрестің орталығы. Дүниежүзілік кітапхана және ақпарат конгресі (IFLA) 2025 Астанада алғаш рет өтеді. Бұл орталық Азияда өткізілетін алғашқы конгресс. Бұл шарада әлемнің түкпір-түкпірінен кітапханашылар мен сарапшылар тәжірибе алмасу үшін бас қосады. Жаңа ақпараттық технологиялар мен оқырмандарға білім беру деңгейін арттырудағы кітапханашылардың жетістіктері талқыланады. Кітапханадағы ақпараттық технологиялар талқыға салынып, қолданысқа енгізіледі. Маңызды шараның ел ордасы Астанада өтуі, оның мәртебесін тағы да бір мәрте көтеріп, әлем назарын аудартары анық. Оған қазақ туризм үлкен үлес қосары сөзсіз. IFLA конгресі бұл халықаралық ұйым, оның мүшелеріне кітапханалар, ұлттық кітапхана ұйымдары және ақпараттық қызметтер кіреді. Шараға 147 елден 4000-ға жуық адам қатысады. Қатысушылар Қазақстанның бай мәдениетімен, көне тарихымен, салт-дәстүрімен танысуға мүмкіндік алады. Сары мысық қазақстандық операторға Америка киноакадемиясының мүшесі болуға көмектесті. Қазақстандық кинематограф Еркінбек Тұралиев Америка кино өнері және ғылым академиясының мүшесі болды. Енді қазақстандық оператор алдағы 2025 жылғы Оскар сыйлығына төреші ретінде қатыса алады. Жерлесіміздің операторлық жұмысына австралиялық кинематограф Оскар сыйлығының иегері Дион Бибе жоғары баға берді. Жерлесіміздің кино жұмысы Дион Бибеге ұнағандықтан Еркінбектің киноакадемияға түсуіне өз үлесін қосты. Қазақстан мен Конго 10 құжатқа қол қойды. Конго президенті Тоқаев пен екі ел делегацияларының қатысуымен шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізді. Ақорданың баспасөз қызметі хабарлағандай, 10 құжатқа, оның ішінде дипломатиялық паспорт иелерін визалық талаптардан босату туралы келісімге, сондай-ақ өзара экономикалық және технологиялық іс-қимыл туралы меморандумдарға қол қойылды. Хамас жетекшісі Исмаил Хания Тегеранда өлтірілді. Израиль ливандық Хизболла тобының жоғары әскери қолбасшысының өлтірілгенін жариялағаннан кейін, бір тәулікке жетпей 62 жастағы Ханияның дүниеден өткені белгілі болды. Бақылаушылар бұл қақтығыстар таяу шығыста соғыстың өршуіне әкеліп соға ма деп қорқады. Ағайынды көшбасшы, қозғалыс жетекшісі Муджахид Исмаил Хания Иранның жаңа президентінің инаугурациясына қатысқаннан кейін Тегерандағы штаб пәтеріне сионистердің шабуылында қаза тапты деп хабарлайды әлемдік агенттік Хамас мәлімдемесіне сілтеме жасап. Ислам революциясының Иран сақшылар корпусы Ханияның қайтыс болғанын жариялады. Корпус веб-сайтындағы хабарламада Хамас жетекшісімен бірге оның бір оққағарының да қаза тапқаны айтылған. Сарапшылардың пікірінше, Хамас жетекшісіне жасалған қастандық және бұған дейін Голан төбелеріндегі атыс оқиғасы соғыс қимылдарының кеңеюіне ықпал етеді. Бірінші тамыздан бастап Грузияда шетелдік ықпалдың ашықтығы туралы заңның барлық ережелері күшіне енеді. Бұған дейін Грузия парламенті шетелдік агенттер туралы заңға вето қойған болатын. Бұл заң енді үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары ұйымдарын ұлттық мемлекеттік тіркеу агенттігінде тіркелуге міндеттейді.
Тізілімге тіркелу кірісінің 20%-дан астамын шетелден алатын барлық ұйымдар үшін міндетті болып табылады. Заң арнайы тізілім құруды көздейді, және шетелдік гранттар алатын үкіметтік емес және медиа ұйымдарды шетелдік ықпал ету мүдделерінің тасымалдаушылары деп жариялайды. Еуропалық одақ одан әрі ілгерілеу үшін бұл заң жобасы сәйкес келмейтінін бірнеше рет мәлімдеді. Бұл оқиғалардың салдары Брюссельдің Грузия интеграциясының тоқтатылуына келді. Бұл ретте ақш Грузиямен қарым-қатынасын толықтай қарастыратынын жариялады. Америка құрама штаттары қытайлық COVID-19 вакцинасының беделін түсіру үшін жасырын науқан жүргізгенін мойындап, оны қате қадам деп атады. Reuters агенттігі атап өткендей, Пентагон өз науқанын бастады. Өйткені Вашингтондағы ұлттық қауіпсіздік шенеуніктері Қытай пандемияны маңызды мәмілелер жасау үшін және де ақш-тың халықаралық одақтарына нұқсан келтіру үшін пайдаланып отыр деп алаңдады. Батыс Ніл вирусы, індет және сақтық шаралары. ақш-тағы ауруларды бақылау және алдын алу орталықтарының мәліметтері бойынша, ақш-та аурудың өршу уақыты жаз бен күз айларын есепке алғанда жүздеген жағдайлар тіркелген. Еуропада, әсіресе оңтүстік елдерде ауру ошақтары да байқалады. Ресейде соңғы кезде батыс Ніл безгегімен ауыратындар жиілеп кетті. Экзотикалық инфекция масалар арқылы таралады. Дәл қазір еліміздің орталығы мен Поволжьеда науқастар тіркелген. Бір күн бұрын Татарстанда 6 адам, Рязань облысында 3 адам жұқтырған. Науқастар ауруханаға жатқызылды, олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Батыс Ніл вирусы маса арқылы таралатын болғандықтан адамдарда, құстарда, жылқыларда және кейбір басқа сүтқоректілерде ауру тудыруы мүмкін. Алғаш рет 1937 жылы Батыс Африкада табылған вирус қазір бүкіл әлемге, соның ішінде Африка, Еуропа, Таяу Шығыс, Солтүстік Америка және Азияға тараған.